Добрый вечер, друзья. Особенно девочки, хотелось бы сказать о том, что у меня открыта запись только на завтра на коррекцию губ, на удаление старых филлеров. У меня определенная методика, где вы получаете процедуру без отеков и без синяков. Поэтому, кто хочет обновить себе губки до Нового года, также я делаю процедуры full face, углы джоли, носики, мезотерапию, биоревитализацию. Поэтому, девочки, смело записывайтесь по этому номеру записи по предоплате. Ассаламу алейкум, қайырлы кеш достар. Жаңа алдыңғы стористі салдым. Кеше фотосессия жасадық. Бұйырса қазір 4-5 фотоны сіздерге көрсететін боламыз. Барынша қолдау білдіреміз. Ал оғанға дейін біздер үйге Go Sushi'дан сушилар заказ бердік. Қараңыздар, неше түрлісі бар. И самый дерзкий осы бургер суши дейтін. Бұл сеттің аты Феникс, 90 штук суши вот, 2 пицца, және бір осындай өзімізге бургер суши заказ бердік. Go Sushi'ға рахмет, көп осылай дер кезінде тез доставка істеп берді. Қазір Алматы қаласында білесіздер, пробка көп, и соның өзінде де 2-3 сағат деп еді, бірақ 1 сағаттың ішінде жеткізіп берді. Так что рахмет, бізге ас болсын. Бұйырса фотоны күтіңдер. Добрый кеш, қалайсыздар? Ал бүгін бокс көруге келдік, қасында әйелдері бар. Бұйырса алдағы уақытта жақсы жекпе-жектер өткізіп жеңіске жетесің деп ойдам. Бірақ маған бір қатты ұнаған, Келинка Сабияны жақсы ойнап шықтың сен кезінде. Сол киноң күшті ойнайды маған. Рахмет. Сол бұйырса жетістік деп болады дейді андай. Жетістікте, жеңісте бәрін. Ал достар, менің артымда тұрған Gucci сумкаларға қазір анпакинг жасаймыз. Сіздерге Gucci сумканы сатып алған жағдайда осындай упаковкамен баратын болады. Қараңыздар. Бұл қорап ішіндегі қандай сөмке шығатынын білмеймін. Достар, қараңыздар. Қандай сіздерге качествода баратын болады. Осылай двойной коробкамен жүреді. Сыртындағы қорабы. Одан кейін қорабы, одан кейін ішіндегі қорабы қараңыздар. Енді қазір ішіндегі қорабы шығарамыз. О май гад! Достар, анпакинг. Сыртындағы қорабын алдық, енді қазір ішіндегі қорапты мен сіздерге ашып көрсететін боламын. Менің жұмысым туралы айтып кететін болсам, қыздар, негізі күнделікті ақша керек болып қалған кезде өте жақсы жұмыс деп айтсам болады. Енді мен сіздерге өтірік айтпай қояйын, жаңағы күнде 1 сағат істеп күшті ақша табасыңдар, жоқ. Кәдімгідей уақыттарыңызды арнайсыздар, таңертең ерте тұрып, просто онлайн ғой бұл жерде плюсы, понимаете? Онлайн үйде шай ішіп отырып, любой жерде бір жақта кетіп баратып жасай бересіздер, просто жаңағыдай кәдімгі жұмыс. Ешқандай пирамида, жаңағы ақша салып үстінен көп ала аласыңдар деген емес, кәдімгі өзіңіздің честный трудпен зарабатывать ететін жұмыс, короче, достар. Осы жерге WhatsApp қалдырып кетемін, соған жаза беріңіздер, барлығын түсіндіріп айтатын болам. Так что, үлгеріп қалыңдар.